Жаңа өзіңіз айттыңыз, енді малдың тіркемегендерге айыппұл саламыз, немесе қылмыстық жауапкершілік тартамыз деді. Оны өзіңіздің докладыңызда бар. Осыны нақтылап өтіңізші. Айыппұл мөлшері қаншадан өсуі мүмкін, және қандай қылмыстық жауапкершілік, бұл заңда бар ма? Заң болса қандай заңда? Бүгінгі күннің несімен алатын болсақ, 30 мың айыппұл бір адамға мал тіркелмесе. Осыны қазір жұмысын жүргізе бастаймыз. Ал енді жаңағы малдың иесіне ғана емес, арада делдалдар бар. Малды сатып алып, базарға апарып сататын, қағаз құжатсыз, ветеринар справкасыз. Ондайларға жаңағындай уголовный делоға шейін, уголовный ответственностьқа шейін тартуға біз жоспар жасап жатырмыз. Оны да заңға кіргізу керек, оны өйткені өйтпесек болмайды. Қатаң жұмыс сұрамасақ болмайды. Ветеринария бүкіл халықты ертең ауруға әкеледі ғой, осыны қарамасақ. Сондықтан адамдар, халықтар оны түсіну керек. Осыған бізге баруға міндеттіміз. Қатаң ұстамасақ, қатаң сұранбасақ, ол болмайды. Неше жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін, және мәжіліске енгіздіңіздер ме заңда? Жоқ, оны жаңа енгізіп жатырмыз. Күзде күні депутаттар келеді, сол жерде белгілі болады. Депутаттар қолдай ма, қолдамай ма. А жалпы оған қарамастан қазір айыппұл беру жұмыстарын жүргізе бастаймыз.